Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін тұман дала қойларды шығарып салып келедім. Жалпы ағам кетті қойдың артынан. Қазір мен сіздерге күрке тауықтарды көрсетемін. Бүгінгі видео жалпы күрке тауықтар жайлы болады. Күрке тауықтарына тауық қарады мынау. Күрке тауықтың боқтары огородқа төсейміз кейін. Ішіне кіріп көрсетейін. Мен ақ қораз, мен қара қораз. Осы екеуін алып келдік күрке тауықтарға. Бұлар қашып жатыр жалпы. Мен мына біреу кішкентай енді өспей қалған. Көзі десіп сәлі мазасы жоқ. Қалғандары жақсы. Бұл жерде жалпы барлығы 21 күрке тауық бар. Қазір енді жемдерін берем. Құрметті көрермендер, мен жаңадан бір тағы инкубатор алмақшымын. Соған енді ақша жинап жатырмын. Жалпы сіздерден өтініш, жарнамалайтын каналдарыңыз немесе заттарыңыз болса, мына экрандағы Ватцап номеріне жазыңыздар. Бағасы қымбат емес, жарнама жасап берем. Рахмет. Бұларға бидай әкелдік. Бидай. Сосын жүгері береміз. Мына тостақпен. Мынандай жүгерден екеуіз аламыз. Кейін мынадан біреуіз аламыз. Ал енді бір бидай саламыз бір тостаққа. Осыны енді сумен араластырып береміз. Мінеки таңғы жемдері. Осыны береміз. Тыстарын тазылап. Осынан саламыз. Мінеки жеп жатыр. Әбетте де дәл осындай жем береміз. Кейін далаға шығарамыз жайылуға. Жемдерін тауыспаған жалпы. Көк шыққалы бер бұлар. Жемге онша қарамай жатыр. Енді бұларға жүгері қоспай арпа кеп, арпамен бидайды беру керек. Қазір енді әбет болмайық. Қазір шығара берем енді. Көкке жаям.
жақсы көк шөп бар, сол жаққа қарай апарадым. Мінеге көк шөпке жайылып атқан. Көк шөпті жақсы көреді. Жалпы көкке жайылғалы бері жемдік онша жемей қойды. Осыған жайылып жүр. Жалпы көп айтты күрке тауықтарын түсір деп, осылар күрке тауықтар. Қояндарын түсір, қой ешкілерін түсір деп атқандары да бар. Әлі түсірем алда. Онша жайылмай тұр, мазасы жоқ. Жемді де онша жемейді. Осын бөлік өзін қамап жем берем ау деймін осыған. Сөйтіп емдеп сәлі жазып қосам. Әйтпесем бүйтіп жүре берсе өліп қалады ол. Ол күрке тауықтар енді осы. Қазір бұлар енді қашып жатыр. Жалпы наурыздан бастап, Құдай қаласа, жұмыртқа туды бастайтын шығар. Сол кезде бір 15-20 жұмыртқа туып, бұлар күрк болады. Сол кезде 15-17-ден астына бастырамыз. 28 күнде, 27 күнде шығады күрке тауықтың балапаны. Жұмыртқа туатын кезінде жалпы не жақсы жемдер беру керек. Бидай, арпа, жақсы жемдер беру керек. Сонда бұлардың жұмыртқасы да, балапандары да, өздері де жағдайлар жақсы болады. Бұлар жайыла берсін. Мына кішкентай күрке тауықты алып кетейін. Қазір ұстап алайын. Мінекей
Күрке тауық. Енді бұны сәл жазылып сәл оңалғанша енді бөлек өзіне жем берем. Осы жем қораға жібердім енді. Қалып кеткен бір жүгерлер жеп жатыр. Қазір мен бұған бидай берейін. Мінеге біздің итіміз туған. Алар 3 апта болды. 3 аптадай болды жалпы туылғанына. Жедеу туған. Бір ұрғашы, бір еркек сат жердік. Енді бұл жерде 2 еркек, 3 ұрғашы қалды. Ала еркек, одан кейін мынау еркек. Мынаны өзімізге алып қаламыз. Бүгінге осы. Құрметті көрермендер, астында қызыл подписаться батырмасын басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.